Нью-Йоркте сенбі күні кешке, дәлірек айтсақ, 23:55. Ер адам 59-шы көше метро станциясына жүгіріп келеді. Ол жаңа ғана жұмыстан шығып, дастархан жайып отырған мейрамханадан шығып, сүйіктісімен уақыт өткізу үшін үйіне асығады. Вокзалға жақындаған кезде ол бір түрлі нәрсені байқайды. Біреу кіреберістің алдына ағаш тосқауыл қойды. Бұл адам бұрын соңды мұндай нәрсені көрмеген, бірақ Брукленде тұрғанына көп болған жоқ. Шлагбаумның артындағы станцияда бәрі қалыпты болып көрінеді, және ол асығыс. Ол келесі станцияға дейін бірнеше блок жаяу жүргісі келмейді. Сондықтан ол осы шлагбаумнан секіреді. Қандай жамандық болуы мүмкін? Ер адам пойыз платформасына кіргенде, ол өз шешіміне күмән келтіре бастайды. Платформа бос. Есіңізде болса, ол станцияда ешкімді мүлде көрмеген. Мүмкін ол шынымен қателескен шығар, және станция шынымен жөндеуге жабылған шығар. Ол кетуге бұрылады. Бірақ ол кетіп бара жатқанда, пойыздың дыбысын естиді. Жарайды, бәрі жақсы. Ол сағатына қарайды. Дәл 11, кешкі 57. Ол әдетте мінетін пойыздардан сәл үлкенірек көрінеді. Бірақ пойыздың жағдайы жақсы және үйіне қарай келе жатқан сияқты. Сондықтан ол перронға кіреді. Вокзал мен платформадағыдай пойызда басқа ешкім жоқ. Бір түрлі, бірақ ол бұрын бос пойыздарда жүретін. Әсіресе түннің бір уағында. Әдетте сенбіде осы уақытта перронда кем дегенде бірнеше адам болады. Содан кейін ол вокзалдан бірдеңе естиді. Ол бұрылып қараса, платформада айқайлап жүгіріп келе жатқан біреуді көреді. Тоқта. Арнайы жилет киген адам айқайлап жүгіріп келе жатып, платформадағы түскі асына ұқсас нәрсені түсіріп жатыр. МТ қызметкері әлі де сізден бірнеше метр қашықтықта тұрғанда, есіктер тарс жабылып, пойыз қозғала бастайды. МТ мобильді жұмыс тобының қызметкері тағы да тоқта деп айқайлады. Бірақ ол мұның мағынасы жоқ екенін түсінді. Ол пойыздың рельстерден өтіп бара жатқанын және қараңғыда жоғалып бара жатқанын бақылайды. Күрсінгеннен кейін ол рацияны шығарады. Ол өмірге келеді. Біз басқасынан айырылдық, дейді ол. Сәлем, мен доктор Боппын, ал бұл CP052-ден шыққан. Оны уақыт өте келе жүретін пойыз деп те атайды. CP052-ден бастап Нью-Йорк метросының стандартты P4 типті пойызына ұқсайды. Қаланың ресми жазбаларында бұл пойыздың 1932 жылы салынып, 1975 жылы сынықтарға тасталғаны жазылған. Ол енді болмауы керек болса да, CP05 to Uptown High Shot темір жолдарында пайда болуын жалғастыруда. 59-шы көше мен 8-ші авеню станцияларында әр сенбі сайын 23:57-де. Пойыз 80 жылдан астам уақыт бұрын салынған кездегідей өте жақсы жағдайда. Және ол А класындағы пойыз деп белгіленген. Пойыз әр сенбі сайын бір уақытта келеді. Жолаушыларды қабылдау немесе түсіру үшін есіктерін шамамен 5 минутқа ашады. Содан кейін оларды жауып, келесі аптаға дейін жоғалып кетеді. Пойыз қайдан келді? Және ол апта сайынғы көріністер арасында қайда кетеді? CP қоры бұл сұрақтарға жауап беруге тырысады. Бірақ CP0-ның ең қорқынышты аспектісі 5-2 пойызға мінген бойда одан түсетініңізге кепілдік жоқ. Өкінішке орай, CP052-дан перронда байқалған субъектілердің көпшілігі туралы басқа ештеңе белгілі емес. Табылғандардың біразы 1976 жылдан бастап 2204 жылға дейін әр жылдары пойызға отырғанын айтты. Оның үстіне соңғысы Нью-Йорк метросының 300 жылдығына арналған арнайы пойызға отырдым деп ойлағанын айтты. Осы уақытқа дейін сауығып кеткен жолаушылардың ешқайсысы кіру мен шығу арасындағы пойызда болғаны туралы естеліктері немесе білімдері туралы хабарлаған жоқ. CP052-дан шыққан кез келген жолаушылар дереу 21-ші аймаққа жеткізіліп, олардың шығу тегі мен ағымдағы уақыт ағымына ықтимал қауіп қатерін анықтау үшін жауап алынуы керек. Қор үлкен жетістіктерге жетіп, бұрынғы амнезиялықтарға И класындағы амнезияларды беріп, содан кейін оларды қоғамға қайта біріктірді. Бірақ болашақ деп танылған кез келген жолаушы кеңес мүшесінің бұйрығымен осы шындықтың уақыт ағымының ықтимал бұзылуын болдырмау үшін белгісіз мерзімге ұсталуы керек. 69 және 1059
Жазу кезінде 21 аймақта осы сипаттамаға сәйкес табылған 26 жолаушы бар. Және оларды қазіргі қоғамға қауіпсіз түрде шығаруға мүмкіндік беретін процедуралар әлі жоқ. Сондай-ақ, оларды бастапқы туған уақытына қалай қайтаруға болатыны туралы нақты теориялар жоқ. Қоғамдық қолжетімділікке тыйым салатын қолданыстағы хаттамаларға қарамастан, қазіргі кездегі кейбір жолаушылар әлі де кездейсоқ C-052-ға қол жеткізе алды. Ал басқа уақыттағы субъектілер пайда болуын жалғастыруда. Сұхбаттан кейін бұл субъектілердің кейбірі балама уақыт кестелері мен шындықтардан шыққаны анықталды. Осыған байланысты C-052 басқа уақытта және басқа жерлерде пайда болуы мүмкін бе деген сұрақ туындайды. Бұл қосымша орындарды оқшаулауды қажет етуі мүмкін. Және жоспарланбаған пойыздарға қатысты кез келген күдікті әрекеттер туралы есептер бүкіл әлем бойынша бақыланады және зерттеледі. Оның алғашқы ашылуынан кейін аномалды пойызды және ол енді көрінбейтін кезде не болуы мүмкін екенін жақсырақ түсіну үшін бірнеше сынақтар жүргізілді. Бірінші сынақ 31 мамырда 2009 жылы өтті. Агентке жай ғана пойызға отыруды бұйырды. Ол мұны сұрағандай істеді, бірақ әлі күнге дейін қайтарылған жоқ. Екінші сынақ бір аптадан кейін 6 маусымда өтті. Бұл агентте ешқашан табылған жоқ. Дегенмен есептер оның 1980 жылдардағы хронологиямызға қайта оралуы мүмкін екенін көрсетеді. Ол содан бері жіктелген қақтығыста қаза тапты. Үшінші сынақ келесі аптада 13 маусымда өткізілді. Агентке тағы да пойызға отыруды бұйырды. Ол солай істеді. Бірақ бұл жолы агент қайтып келді. Небәрі 2 аптадан кейін 27 маусымда агент пойыздан түсті. Оның үстіне оның қолдары хирургиялық жолмен алынған сияқты. Оның қалтасына қарапайым хабарлама жазылған жазба салынған. Енді жібермеңіз. Агент ол болмаған 2 апта ішінде пойызда не бастан өткергенін, немесе оның қолында не болуы мүмкін екенін есіне түсірмейтінін айтады. Осы үшінші сынақтан кейін 05 командасы SC-052 да жолаушылар ретінде қор агенттерін пайдалануды тоқтату туралы бұйрық шығарды. Класс қызметкерлері сотталған қылмыскерлер мен өлім жазасына кесілген тұтқындар ретінде бір реттік пайдаланылуына байланысты C-052 зерттеуіндегі агенттерді әлеуетті ауыстыру ретінде қарастырылды. Бірақ оларды өткенге немесе болашаққа жіберу қаупі тым үлкен болды. Пойызға әдейі мінген агенттен басқа тағы бірнеше танымал жолаушылар табылды. Бір жағдай пойызға 14 шілдеде 2012 жылы кірген, бірақ 4 жыл бұрын 8 наурызда 2008 жылы емделген әйелдің сауығып кетуіне байланысты. Ол театрдан үйіне қайтып келе жатқанда пойызға отырды және оның өткен 4 жыл бойы саяхаттағанын білгенде таңғалды. Қалпына келтіру кезінде басқа нұсқасы болғандықтан, ол қажетсіз уақытша әсерлердің алдын алу үшін сақталды. 2008 жылы тағы бір субъект табылды. Ол өзін 1976 жылы тудым деп мәлімдеді. Ол аман есен болса да және уақыт ағымының бұзылу қаупі болмаса да, қордың психиатрлары оны шексіз бақылауда ұстауды ұсынды. Өйткені 32 жыл қоғамға сәтті ену үшін тым ұзақ уақыт кезеңі болып саналды. Мүмкін, ең қызығы 2124 жылдың желтоқсанында пойызға мінген CP Федерациясының 4-ші деңгейдегі қамқоршысы деп мәлімдеген адамды қалпына келтіру болды. Ол отырғызу алдында ағласындағы амнезиямен ауырғанын және 2010 жылы қалпына келтіруге оралғанға дейін ештеңе есінде жоқ екенін айтты. Агентті қоғамға ешқашан жіберуге болмайтыны анық болса да, ол 5 қолбасшылығы ықтимал оқшаулау процедуралары туралы қосымша ақпарат бере алады деген үмітпен әртүрлі ауытқулар туралы құпия ақпаратты беруді мақұлдады. Нью-Йорк метрополитенінің 2 жүйесін C-0-нен 5-ке дейін алып тастай алмағанына қарамастан, ол сыныпқа және кілетке жатқызылды. Бірақ оның болжамдылығы қордың әдетте жұртшылықтың онымен бетпе-бет келуіне жол бермеуге қабілетті екенін білдіреді. A-B-C-D станциясы 59-шы көше сенбі күні кешкі сағат 11-ден жексенбі күні түнгі сағат 1-ге дейін адамдар үшін жабық. Жолдарды жөндеу. C-052-дан кетіп бара жатқанын көрген барлық жолаушылар жауап алу және өңдеу үшін 21-ші аймаққа жеткізілу керек. Ал CP-0-нен 520-ді көргендер В класындағы амнезияны енгізгеннен кейін босатылуы мүмкін. Сонымен,
CP0-не 5-2 мінген және енді қайтып оралмайтын жолаушылардың көпшілігінде не болады? Өкінішке орай, біз мұны білмейміз. Енді барып, доктор Бобтың файлдарынан тағы бір жазбаны қараңыз. Және жазылуды ұмытпаңыз. Өйткені біз CP-дің қорының құпия мұрағаттарына тереңірек үңілеміз.